бастайық көптен күткен тойым, қызықты өтсін тамаша бар арманым ойым. Бәріңізге қараймын құда шекша тағайын, есте қалсын осы той өнер көрсе сыйдайын. Қуанып мен шаттанып рахаттанып бір қалайын. Биле ойна бүкіл туыс келген біздің тойға, биле жайна құда шекжат құдашалар тойда. Нағашының жолы бар, әпкелердің орны бар, жезделер мен бажалардың той қыздырар жөні бар. Қайын жұртым қайда, балдыздарым жайна, үлкен кіші жора жолдас қыздырыңдар тойда. Орындалып арманым, мәз боламын бүгін, бізге арналған ақ тілек қуанған бір күнім. Сый құрметке рахмет құда шекша тағайын, барлығыңмен қауышып көңліңді бір табайын. Ең бақытты қуанған шаттық күнім деп санаймын. Ойна биле жора жолдас келген біздің үйге, биле төрле құда шекжат шын көңілден құрмет. Аталардың жолы бар, апалардың орны бар, күйеу бала қарындастар той қыздырар жөнің бар. Бөлелерім қайда, жиендерім тойла, есте қалсын осы той шықпайтындай ойда. Шекжат құдашалар тойда. Нағашының жолы бар, әпкелердің орны бар, жезделер мен бажалардың той қыздырар жөні бар. Қайын жұртым қайда, балдыздарым жайна, үлкен кіші жора жолдас қыздырыңдар тойда. Ойна биле жора жолдас келген біздің үйге, биле төрле құда шекжат шын көңілден құрмет. Аталардың жолы бар, аналардың орны бар, күйеу бала қарындастар той қыздырар жөнің бар. Бөлелерім қайда, жиендерім тойға, есте қалсын осы той шықпайтындай ойда. Assalamualaikum, ne деген шапалақтар. Қайырлы кеш, ардақты ағайын, қадірменді меймандарымыз, той иесі Құлбас тобында бүгін Балқаштың төрінде, Сарыарқаның төрінде керемет төбірін тойып отқан жайы бар. Міне Асқартай әкемізден Ақжауықта анамыздың немересі бүгін Оралбек аға мен Гүлжан шешеміздің төбірін тойына қош келдіңіздер. Мединамыздың бауы-берік болсын, бір мәрте қол соқпайсыздар. Келе жаттар, олай болса, қазақтың қандасыған 2 сағат кешпесе қазақ емес дейді. Төрт көзіміз көл болса, тойымызды бастайық. Әрине, алдарыңыздағы асқа дәмге қол тигізбестен бұрын, мен ортаға бүгінгі міне берекелі кешіміз бастайтын сахнаның төріне, тойдың төріне, сіздердің әдемі шапалақтарды шапағатымен Балқашымыздың бүгінгі міне мың бұралған бишілер деп жатырмыз. Алтынай би ансамблі бір қошемет болса, ағайын деп жатырмыз. Ал, қарсалайық, тойдық болса.
мен бүгін міне жаңа айтып жатырмыз ғой, Оралбек әкемізбен Гүлжан анамыз деп, және де бүгін міне осы Мединамыздың жас болса да Бекзат пен Айтолқынымыз бар, ағасы мен әпкесі бар деп бүгін міне Бакировтер әулетін әдемі шапалақтың шапағатымен той төріне шақырайық. Той иелерін қарсы алайық олай болса. Бұлай болсыншы, бір айналайықшы деге, тойда енді бәрін айналып тұршы ғой осы. Шабалақ соғайық, ал бір айналып шығыңызда қатынасы мен әжесі басында өткіз той елері. Ай, рахмет, ал енді, все по местам, шабалақ қос тойлерді қандамге қол тигізіп бақылдарыңызға су суаңдарыңыздың қымыздарыңыздан бір мәрте толтыра құйып отырыңыздар. Бісміллә деп ісіңді бастасаң оңды болады, бісміллә деп асыңды бастасаң дәмді болады дейді. Олай болса бүгінгі міне кішкентай ғана Мединамызға ақ тілегімен, жақсы тілегімен, жылы лебізімен келіп отырған тойымыздың әубісмілләсін ақ тілегін бастауға лұқсат етіңіздер ардақты ағайын. Мен ортаға құрметтеп, қошеметтеп, бүгінгі тойымыздың әулеттің үлкендеріне, яғни Мединамыздың ата әжелері, Оралбек атасы Гүлжан әжесі бастап, Кәукербек Бақыт деп, Бәтима және нағашы әжесі Гүлмара деп ортаға шақырайық, үлкендеріміз қарсы алайық. Gülcan, bugün sizlere bunlar kişilerden bir haftalarının cası uzak yok değil, sağ ol, gözlerimi sevip yok. Sevip olsun, yani olsun, mücadelesi yapkan toyların uzağına çıkmışsın. Toyga жалғасарысың, денgenin sağlık ameliyesi görüyor. Al, töreğinin kalayı, kadamlarınız kutlu olsun. Mına Oral мен Gülcan'ın nemересі Алмастың соңынан ерген қарындасы Мединаның жүлдеханасы құтты болсын, жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Гүлжан мен Орал сол екеуінің қызығын көре берсін, артынан сондай кішкентайлар бере берсін, той қаласын. Құрметті қалайық, бүгін Құдағи, бүгін Бекзат пен Айтолқынның Мединаның жүлдеханасына жиналып отырмыз. Кішкентайларымыз бар, болсын, жасы ұзақ болсын, өздеріңізге тез жетіп көмекші болсын. Әрқашан да осы сіздерден қуаныш бола берсін. Бәріңізге осындай жақсылық тілеймін. Оралаға Гүлжан жеңгейіне немерелеріңіздің бауы беріп болсын, немере, шөбере, одан әрі көре беріңіздер. Бізге жұғысты болсын, барлықтарыңызға той қуаныш бола берсін, осы кісілердің жолын берсін. Сұңғат Бекзатына айданаларын, қарындас інілерін, еңбектерінің жемісін көрсін, сіздердің қызықтарыңыз, солардың қызығын көріп, ортасында жүре беріңіздер, жүзгеніңіздер, той шашу бола берсін. Әлде немере шөбере тие беріңіздер. Аға көке, немерелеріңіздің бауы берік болсын. Әрқашан сіздерге қуаныш болсын. Мен сіздерге осылардың қызығын қызықтауға нәсіп етсін. Қосақтарыңызбен қосағаныңыздар. Біздің балаларға бір Медина жұғысты болсын. Сол шынарында. Әлем бүгінгі біздің немереміздің тойына келіп отқан той тұлғалы.
адамдарымызға берілсін. Алыс жақыннан келгендер барлықтарыңызға бақыт, денсаулық берсін. Мен Мединасын, Мавалмастың Мединасын көрмесін. Дендері сау, денсаулықтарын құтылып, өз әкесімен сізді сүйікті ұлы қызы болып өсірілсін. Барлықтарыңызға да осындай бір тұрыстық бола берсін, той көбейе берсін. Қалыңдарыңызға көбітсін. Менің осы қосымнан шыдағанаса келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Бекзатымен айтылған жолдарға ерген Алмас пенен Мединаның жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, аспандары ашық болсын. Өстіп туған туысқанның ортасында ойнап күліп жүруге Алла нәсіп етсін. Сендеріңіз сау болсын, алыс жақыннан келген туысқандар адамдарыңызға гүл бітсін. Барлықтарыңызға еңбектеріңіз жемісті болсын, отаныңыз аман, аспаныңыз ашық болсын. Рахмет, баршаңыз тілек айттыңыздар ма? Тілектеріңіз қабыл болсын, той қылсын. Рахмет, шапалақ болсын, үлкендерге бір қол соғып қойыңыздар. Сол лотерейді билетке ие болыңыздар. Біраз уақыттан кейін сол нөмір бойынша ойнатамыз. Біреудің қалтасына кетіп қалмасын, балаға бермеңіздер. Жақсы сый-сияпат бар. Мына енді өздеріңіз білесіздер. Бекзат өзі еңбекқор адам. Заводта бір жұмыс істейді, одан кейін тойда жұмыс істейді. Ақшасын жиған, терген осы тойға шашып жатыр. Сондықтан осы кереметте сый-сияпат бар. Ең азды, ең жаман енді төменгі приз мультиварка. Одан кипар, өндек, жаңағы стиралка бар. Содан кейін бағана ауылдан қой беріп дейді, оның өзін тігіп жүрді осы призға. Одан кейін ат бар, арқар бар, қыржуат мәште бүкіл бар. Жоқ, рас. Оның бәрін алып бере алмадық, бірақ дегенде әр нәрсен өзімен мына жерде сертификаты бүкілі бар. Ол өтірік емес, бұның бәрі шын ақиқат ардақты ағайын. Сондықтан да қазір сол лотерей билетке атсалсамыз, енді ардақты ағайын жаңа міне үлкендер жақсы тілегін айтты, батасын беріп жатыр. Сол айтқан тілекке алдарыңыздағы сусуандарыңыздан, қымыздарыңыздан бір мәрте алып отырыңыздар. Тамаша бір әсем ән болсын, бір жақсы вальс билестердің болсын. Шама келгенше айтып көрейік. Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күз. Алсам мен өткен өмірге мынау нетермес. Көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін. Көк аспандағы ай мен күнде екенбіз. Жанға қонарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Өркені сені көрсем де жақсы өзгеден. Жаным ау менің жағама таққан томарсың. Жалғанға жалғы жабылып жүрген шығарсың. Olmasın talay bir gülgün жанға қонарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Olmasın talay bir gülgün жанға қонарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың.
Жалғанда жалды жаратып жүнге шығарсың Ойларсың талай бір көрген жанға қонарсың Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың Ойларсың талай бір көрген жанға қонарсың Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың Тойда өзі ері зайыптар шаға әйелмен күйеуі тойда. Ең бірінші өлең басталғанда күйеулер әйелмен билеп алады екен. Соның арасында бір моментпен жүрген кезде бір қодақшамен бір жеңгесімен билейді. Сол үйге қайтып баратқанда ағаларымыз тағыдан жеңгелермен билейді екен ғой. Акасы үйге қайтатын уақытты біледі екен ғой деп жатырмыз. Рахмет, шабана соқпайыздар, той құтты болсын. Биден кейін мыңбыраудан биден кейін деп жатырмыз. Ақтекті кездегін әрмен жалғастырайық. Ортаға құрметтеп, қошеметтеп, Мұқтыңқұлов ағашынан туысқанның жақсы нағашына дейді. Қазір алла қаласа міне нағаштары Бекзаттың жиендері келе жатыр. Енді оған дейін мен ортаға тағы да бүгінгі міне кішкентай ғана Мединамыздың нағаштары деп ортаға құрметтеп, қошеметтеп, Елжан Құралай, Берікбол Гүлмира деп бір Ақтектің кезегін берсеге, рұқсат болса, келіңіздер. Номинация Гран-при дейді ғой. Былай шығып барасыздар ма? Рахмет. Олай қоймайыншы, былай қылайыншы, бір жүрейші бір, музыка қосшы бір, билейші, шапалақ сабат, нағаштарға шапалақ бар ма? Шпе, так, биле. Осы екі айтысымен істеуге болады десе барайыншы. Әзілді қалжың ғой, иә. Айтолқын Бекзат, кішкентайларыңыздың бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, басына үлкен бақ болсын, ешқашан ауырмасын, өздеріне тірек болсын, бақшыларыңыз көп, уайымдар жоқ болсын, мінгендер машине болсын, жүргендеріңіз ақ болсын. Бүкіл отау нелеріңізге денсаулық тілеймін. Саламатсыздар құрметті қонақтар. Енді Бекзат аға айтып отыр, бүгінгі Медина шілдеханада құтты болсын, әрқашан бақытты болсын, денсаулығы мықты болсын, сіздердің тек қана үміттеріңізді ақтап, сіздерді биіктен көріне берсін, отбасыларыңызға тек қана бақыт пен баян тілеймін. Айтолқын Көрке, Бекзат аға, бүгінгі жасап отырған Мединаның шілдехана тойы құтты болсын, денсаулығы зор болсын, Алланың берген басына берген бағы мол болсын, Мединаңды алмастың, сосын Мединаның болашақ балаларыңыздың қызын көріп жүре беріңіздер, бастысы әулеттеріңізге бақ береке берсін. Саламатсыздар ма құрметті қонақтар, Гүлнар айға, Бекзат аға сіздерді Медина шілдеханасы шын жүректен құттықтаймын. Бауы берік болсын, және де өскенде жемістерін көре беріңіздер. Абай көресіңіз? Рахмет. Нең бір деген қорқып тұрсыздар ма? Конвертті өзін әзір беріп тұрсыздар ғой? Рахмет, әзілді шабалақ. Шабалақ соқпайсыз, ағаштарға, рахмет. Қазір беріп тұрыңыздаршы, иә? Пускай он себя тоже почувствует мужчиной. Әзілді, достары, құрбы-құрдастары келіп жатыр. Енді Бекзатты өздеріңіз білесіздер, талай келіндерін тойын түсіріп,
снайпер дейміз ғой, бір көзбен оңай емес пе, ал сағат тұра беру. Сондықтан да ортаға бүгінгі өнердегі бауырлар деп жатырмыз. Балқаш шаһарының әнші бүгінгі ерлі-зайыптар Нұрхан мен Фариза Наурызбаевтар әулетін ортаға шақырайық. Тамаша әсем ән досын. Құрмет, қошемет. Ақтілектің кезегін әрмен жалғастырайық. Мен ортаға құрметтеп, қошеметтеп, бүгін ғана мына кішкентай ғана Мединамыздың әжесі, яғни әжесінің кластастары келіп жатқан жайы бар. Олай болса, ортаға құрметтеп, қошеметтеп, кластастарын ортаға шақырайық. Самолет, Бақытбек, Балтабек, Әмина, Жамантай, Балқия, Теміржан, Сәуне, Бекзат, Жанагүл, Күлкен, Дәркен, Қарлығаш, Торғай деп әжесінің кластастарын әдемі шапалақтың шапағатпен. Шапалақтайда әжесінің кластастары. Ассалаумағалейкум, қадірменді халайық, құрметті қонақтар. Бүгін енді біздерді біздің Оркан мен Гүлжанның үлкен шаңырағында отырмыз. Біз Гүлжан, Оркан бәріміз бірге өстік. Құдай өтті осы күні балаларымыз үйлерді немеремізше бөлініп отырмыз. Сол қуаныштың үсті біздің кішкентай Мединамыздың шілдеханасы. Бекзатымыз үлкен азамат деп айтқан күн екеуі ата-анасының ізін басып, өмірге әкеліп жатқан кішкентай сәбилердің ғұмыры ұзақ болсын. Оркан, Гүлжан, дендерің сау болсын, немере шөберенің қызығын көре беріңдер. Үлкен ақсақалды ата әже болыңдар. Тілегіміз сол. Осы ортамыз орта елей, осы балалардың қызығын қызықтап, бірге ойнап күліп жүре берейік. Тойлары той болсын. Гүлжан, қуанышқан қайғы болсын, тойдан тойға болсын, кішкентайдан бауыр беріп тұрсын, немере шөбере бола берсін. Қызық сол балаларымыз ғана тойны, кәртаймен жүре беріңдер. Құрметті бүгін үлкен шеберхана болып тұр, үлкен той болып жатыр. Гүлжан қосалар Мединаның шеберханасына жиналып отырмыз. Кеше бірге ойнап, бірге өсіп, қайғылығында келіскен Гүлжан, біз бірге сыныптас болған. Қалай ержетіп, мынадай болғанымызға өзімізде мүмкін бүгін
аңғал отырмыз дегенде, яғни кішкентайларының жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Енді жағы мектеп қабырғасына барып үлкен азамат болсын, үлкен оқушы болсын, әрқайсысы аралап кезең-кезеңмен өмір еліміздің елеулі азаматшасы болсын. Сол қызықтарға бізде ортақтасып жүре берейік, деніміз сау, барлығымызға осындай қызықтарға кенеле беріңіздер. Тойға жиналған қауым, біз бүгін мінекей айтқаны ғой, біргемізден бірге өсіп, бізде 10 жыл бірге болдық, одан бері мінекей уже алдымыз уже пенсия ашып жатырмыз мінекей. Сонда да жұлдымыз жазылмайды мінекей, бірге қызығымызды қызықтап отырмыз мінекей. Енді Гүлжан Орал мінекей немерелерінің жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, балаларының қызығын көріп немерелер көбейе берсін. Енді балаларың бақыт болсын, Бекзат айтатын балаларың көбейе берсін, сендер қызықтарыңды ата-әкешілерін көре берсін. Мына енді біздің сыйлығымыз. Барма, қосыластырма қалған ренш жоқ қой. Бұлай болсын енді. Мынау ата-әжелердің тілегі қабыл болсын енді. Ардақты ағайын, бүгін той, бүгін қуаныш. Мынау әңгіме анамды қояқшы. Шын айтайын. Мынау бүгін ипотека кредит бағында көріп айтты ғой. Егер проблема болса, ол шешіледі деп тұрса, неменесі ой емес, ол бәрі шешіледі деп айтады дейді. Ал айтады дейді, егер ол проблема шешілмесе, немене ой емес, ол бәрі шешілмейді. Сондай ардақты ағайын. Ас деген дәрдеген Аллаға шүкір әрқайсысы отбасыларыңызда бар. Еңбектері жемісті болсын, тілекке назар аударып тұрайық. Ата-әжелер енді құр болсын деген жастар ғой. Подарка беріп алып құтылып кетіп қалмаңыздар. Бір кішкене 39 күн өлең қойып, жақсылап тік билеп тастаңыздар, иә? Соң ары қарай жалғасымыз. Ата-әжелер бір бекетте көресіз. Репетиция болды. Рахмет. Алдарыңыз болсын. Класстастар әжесінің оралған би болсын деп жатырмыз. Алтынай би ансамблі қарсы алыңыздар, қабыл Never
Қытайдан салдыры. Той негізі. Бәрін көреміз ғой. Кім кіммен ішіп отыр? Кім не жеп отыр? Кім қашан келді? Кім қашан кетіп қалды? Кім бірінші той бастарын салып алды? Бәрін көріп отырамыз ғой біздің өзіміз мықты. Мен сонша байқап отырмын да, мына жақта коллективті әсем молодец. Әсем тұршы орнына, тұрмыш. Орында отырып күліп отырмын, рокылып отырмын. Молодец. Алла қаласа приз беремін әсемге деп отырмын. Ал енді ардақты ағайын, Құдай қалап бүгін міне сонау елордамыз Астанада деп жатырмыз. Қарағат шаһарына бүгін міне Бекзаттың нағашылары, жиендері келіп қалған жайы бар. Олай болса ортаға Ернар Меруерт, Мейірхан Маржан, Ержан Дәмені, Рүстем Жанар, Дархан Эльвира, Дәурен Айнұр және Элисара деп ортаға шақырайық. Қол соғайық, қатысып алыңдар. Деген жұп жылы танып жазып, Тәжгіржан, сіздердің жанұяңызда өте керемет той болып жатыр, қуаныштымыз. Таныстырып отырсақ, мен осы әулеттің күйеуі боласы боламын. Қозоқбаев. Нұрмағамбетовтардың күйеуі боламын. Алдай Өлген деген ағамыз болған, сол кісінің қарындасы, баншы сіздерге таныстырып жатырмын ғой мен. Ал енді той құтты болсын. Сіздің жасыңызды ескертмей-ақ жас болып жүре беріңіз. Шілдехана той болып жатыр. Бәрі немерелеріміз көп болсын, ағатай. Бәрі жақсылық болсын. Наурыз мерекесі, наурыздың кезінде жақсы той болып жатыр, бұл қашын ортасында өте қуаныштымыз. Жақсылығынан болсын бәрі. Қалғаныңыз істегеніңіз айтып. Тамаша, жалғастырайық. Дядя Тёдижан, Бекай, Айтопан. Поздравляю вас со всеми мероприятиями, поздравляю вас с рождением дочери, пусть она растет большая, красивая, умная. Расскажу маленькую историю. Имя этой девочки дали мы. Скромно так. Скромно. В общем, наша семья, мы, в общем, с мамой, со всеми объединились и решили. Тетя Гужа нам дала такую возможность, да, назвать. Мы очень долго думали, переживали, потому что это такая ответственность. И мы решили, что делать. Варианты были разные. Первое, что пришло в голову маме, когда она про это узнала, она сказала, давайте ее назовем Мадина. Мы в это время находились в Караганде, а Маржан находилась в Астане, и она, когда об этом узнала, тоже подумала, почему-то первое, что пришло в голову, Мадина. Ну, мы так подумали, что-то Мадина вроде распространенное имя. Ну, давайте еще подумаем, сейчас много красивых имен. Мы в Астане, значит, написали список, провели статистический анализ, в общем, в Excel все составили. В конце концов, произвели отбор, голосование, и осталось несколько имен. Где-то 3 или 4 имени осталось. Мы написали это на бумажку, положили в шляпу, сделали жребий и дали возможность вытягивать 3 раза. Сначала вытянул мой сын. Вышло имя Мадина. Вторым выбирала Аружан. Опять вышло имя Мадина. Ну, мы так вообще уже что-то все напряглись. У нас шел прямой репортаж с Астаной в это время. И третий раз мама говорит, да нет, не может такого быть, давайте, как мне казала, все будет, другое имя будет. Тут вытягивает мама и выходит имя Мадина. Ну, тут уже вообще все, любой стат-отчет, любой стат-анализ уже отпадает. Мы решили, что это судьба, но мы решили, что мы назовем Медина, что это именно есть. Тут, конечно, приложил руку Ернар, он сказал, что вот есть такой город, есть такая возможность, давайте вот мы подумали еще раз и решили, что мы имя Мадина переиначим немножко и сделаем Медина. Поэтому пусть она растет большой, светлой, красивой, да, счастливой. Все-таки я думаю, что это имя, это судьба. Она как-то так вот со всех сторон, как ни крути, но получилась в общем Медина. Так что всем удачи. Тетя Гульжан, оставайтесь молодой
красивы, никогда не старейте. Пусть у вас все будет хорошо, никогда не болейте. Бәрекелді, тамаша, жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Кішкентайларыңыз өсе берсін. Денсаулығыңыз құтты болсын. Осылай туыстығымыз үзілмей, бір-бірімізбен қуанышпен бөлісе берейік. Тойдан тойға көше берейік. Бәрекелді, тамаша. Дядя Раул, тетя Гүлжан, мынау жасап жатқан үлкен тойларыңыз құтты болсын. Біздің апамыз осылай жайнап, күліп, ойнап, дені сау болып жайнап жүре берсін, ешқашан да қартаймай. Бізді іздеп, Астанадан күнде звондап, бауырларың қайдасыңдар деп іздеп жүретін тетя Гүлжан. Көп-көп рахмет, осындай үлкен басымызды қосып, үлкен той жасап жатқандарыңызға мыңда бір алғыс. Бекзат сен айтылқын, енді осындай дүниеге жарық бір Медина деген бөпешка келді. Дені сау болсын ең бастысы, ата-анасының дені сау болсын. Ең бақытты балапан болып өсе берсін. Сол көпшілікке жақсы кеш өтсін деп тілеймін. Бәрекелді, тамаша. Апаларының бір-бір жайнап жүрген жезделердің арқасы қой дейме? Жездеге бір қосып қойсаңыздар, береке жалғастырыңыз. Тағы бір қосатындар, тетя Гүлжанның өзінің бойына басқа ешкімде жоқ. Өте бір керемет бір қасиеті бар. Өзі бір басында бір целый компьютер, супер компьютер деп айтамыз біз енді тетя Гүлжан. Енді баяғы шылап қоймайды, баяғы по старинке не будем говорить, то что это блокнот бар деп жазып алған деп. Ол кісі қаншама жылдан бері басында ұстап жүр. Ол осы бүкіл туған туысына кешіп, обязательно звондап, сообщениесін жіберіп, сөйтіп құттықтап отырады. Сол құттықтауларды сізге қайтарып бізде келіп тұрмыз. Бәрекелді. Ана компьютердің бәрі басты екен ғой ем? Бәрсе, жаңа мен айтып отырмын ғой, сіздердің апаларыңыз деген жас бұл, ол жезделердің арқасы. Бәрсе, пастайы қарасам, өргенің апаның айтады дейді, қой мен басын құлатым, басын құлатым, арқасы шайқап көтті, сол екен айтып атқыр деп айтады. Арқадай, жалғастырайық, көркеңсің. Ағатай, көке, бүгінгі жасап атқан үлкен тойларыңыз құтты болсын. Компьютер демекші, бүгін екеуміздің туған күніміз бір күнде. Жылда ұмыт кетті, бір құттықтау білгенет бұл кісі. Тура ойнап кетті, таңғы 7-де звондайды. Жылдайда көке келесі жыл мен бірінші звонд айтып, сонда да бұл кісі опережает. Бүгінгі жасап атқан үлкен тойларыңыз құтты болсын, немерелеріңізді, бөпелеріңізді бауы берік болсын, үлкен әдемі қыз болып өсе берсін, тек қана қызық қуанышқа толы болсын, отбасыларыңыз, шаңырақтарыңыз, барлық жақсылықты тілеймін. Ассалаумағалейкум ағайын, бүгінгі тойларыңыз той боласын. Бекай Айтолқын, аға көкені бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мединаның аты затына сай болсын, әрқашан аспан ашық дастархан мол болсын. Бір-біріңізге әрқашанда берік болып, тірек болып, осылай ойнап күліп жүре беріңіздер. Жоқ, айта беріңіздер. Ағатай тәте, осы бүгінгі немерелеріміздің бауы берік болсын. Бекзат Айтолқын, сендердің отбасыларында бала-шағаларың көп болсын. Қыздарың қуаныштарына өссін. Тек қана ашық аспан, зор денсаулық тілеймін. Шерхан. Құрметті қауым, Гүлжан Көтебор аға, Бекзат Айтолқын, мынау сіздерді осы ұйымдастырып жасап жатқан үлкен тойларыңызбен құттықтаймын. Мединаның бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, аспаны ашық болсын. Тек қана алдынан жақсылық келіп кезіге берсін. Сол барлықтарыңызға көптен көп рахмет.
өстіп осы тойға атсалысып жатқандарыңызға. Нұршат, кезеш. Рахмет. Гүлжанке Орал аға, мен жасалқынды тосын, Бекай Толқын, қыздарыңыз үлкен азамат болсын. Баршаңыз берден солып, мен айтқан тектептеріңізді. Рахмет. Ешкім қалып қойған жоқ па? Теге бәл сөйледі ғой, Көке аға, Бекзат Айтолқын, сендерді бүгінгі қуаныштарымен құттықтаймын. Мединаның бауы берік болсын, тек қана жақсылық тілеймін барлықтарыңызға. Той құтты болсын. Бәрекелді. Рахмет. Ал, міне, бір қошемет болсын. Астана Қарағанды Балқаш деп жатырмыз. Соны Астана мен Қарағанды Балқаш биді бастап қалған қоштарға. Өйткені уақытын алып қараңызшы, кешері биді бастасаңыздар, кетті олай болсын. Сіздер құрметтеріңізге. Жұлдыз бұсың аймысың, басылылықпен саған, қалықтаған аймысың, салтанатты әніңмен, аралың гүл бақты, сүйдім сені жаныммен, жырыңызы тым татты, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы қалайды, бағымы қалаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы қалайды, бағымы қалаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Баралда елесің, жаутаңдаған көзіңмен, махаббаттың кемесін, араласам өзіңмен, келбетіңмен тамсанам, жұлдызбысың аймысың, бар сұлулық бәрі саған, қалықтаған аймысың, аспанда қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы қалаймын, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы қалаймын, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы қалаймын, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы қалаймын, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Жақсы сый-сияпат бар дедік. Жаңағы лотерейді алдыңыздар ма? Ие болыңыздар. Одан бөлек кімнің тәрелкесінің астында Бекзат деген жазу бар, соған жеке приз, өзі бірақ тәрелкеде бол. Бірақ тәрелкеде. Бекзат деген жазу болса, соған приз тәрелкенің астында. Бар ма? Қараңыздар. Салаттың бәрін қопара жадыңыздар ма? Бір лотерей жетпей ма деп айтады ғой. Рахмет. Ал енді дастарханның ортасын қойып тұрмашайық. Алдыңызға қазақтың үлкен асы үлкендем деп жатырмыз. Етімізді тартып өтейік, ет әкелісін.
Ендіміз біраз уақыт берейік, қамда қадаса, біраз уақыттан кейін берекелі кешімізді, әсемәнімізді, ақтілегімізді, мың бұралған биімізді жалғастырамыз. Астарыңыз әнді болсын. Ағаштар деп жатырмыз, жиендер деп жатырмыз, жақсы тілегін айтып, бүгін Мединамыздың әжесі деп жатырмыз. Олай болса, сол әжесін мақтап, жақтап атқан жайы бар. Сондықтан мен ортаға осы Балқан шаһарының барша спортпен тәлім тәрбиесін беріп, осындай ұл қыздарды ер жеткізіп, баптап жүрген, бүгін тойдың төрінде отырған Оркен ағамыз бастаған. Олай болса, мен ортаға әжесінің әріптестерін ортаға шақырайық, қол соғайық, қарсы алайық олай болса. Тойы жеңгемде тоқтамайды, музыка да тоқтамайды. Рахмет, Алла разы болсын, қош келдіңіздер, той құтты болсын. Ал, міне келіңіздер, ағамыз бастасын. Құрметті қауым, бүгін Балқаш қаласында бір үлкен мереке болып отыр. Енді қазақтың құламасы Абай атамыз айтқан ғой, адамның бір қызығы бала дегенде. Міне, біздің Гүлжан мен Орекеңнің өмірге немересі кеп, үйде отыра алмай, осындай тойханаға туған туысқан бәрін жинап, міне тойлап жатыр. Енді мынау жаңа бізге дейін көптеген кісілер тілектерін айтып жатыр. Соның бәрі қабыл болсын. Мынау Бекзат менің өзімнің оқушым, Абай мектебінде өзінің қолынан оқыған. Бұл да бір жағынан маған мына жерде көп оқушыларым отыр. Бүгін көріп мәз болып отыр. Кешегі балалар үлкен азамат жігіт болып жатыр, балалы болып жатыр. Ол біздің қуанышымыз. Ұрпақтың, адамның ең бір қызығы, ең бір қуанышы ол ұрпағының өсуі. Адам ертең артында із қалдырғанда сол ұрпағыменен ертеңгі әкесін, анасын айтқызып жүретін. Оны көрген кісілер әкесінің шешесінің қандай болғанын айтып жүретін міне. Сондықтан бүгін бір ерекше қуаныш. Ореке, Күлеке, бастарыңыз аман болсын, елдеріңіз сау болсын, ұрпақтарыңыз өсіп өне берсін. Алла әрқашанда осындай жақсылыққа, осындай бүкіл туған туысқандарыңызды жинап, тек қана жақсы тілек айтып жатсын. Біз соған қуаныштымыз. Енді Күлекең екеуміз жерлеспіз. Мына жерде қыздар ренжіп қалмасын енді. Ол Қызыларай деген жер өзі бір ерекше жер. Табиғаты қандай болса, адамдар да сондай. Сондықтан мен Күлекең кішкене ұл болып жаратпаған, ұл болса енді бәрін коверді соғатын адам. Осылай жайнап, осылай жүре бер. Үлкен бізге қуаныштымыз, қуанып тұрмыз міне, мәз болып тұрмыз. Рахмет сіздерге. Бәріңіздерге осындай қуаныш тілеймін. Ал енді Ореке, Күлеке, бүгін үлкен тойда тұрмыз. Айтылып отырған тілектің бәрі соңында Алланың құранына шалынсын, кішкентайларымыз өсе берсін, өне берсін. Осындай той думанда әрқашан жинала берейік. Бәріңізге рахмет, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ал енді Орке, Гүлжан, мына жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұлассын. Мына Бекзатымыз айтып отқан кішкентайлардың бауы берік болсын, жасы ұзақ болып, сіздерге көмекші болып, соның қызығын көруге сіздерге нәсіп етсін. Тойыңыз тойға ұлассын, осы тұрған барлық қауым, сіздерге денсаулық тілеймін, бақытты болыңыздар. Тойсы осындай той сіздерге де жұғысты болсын. Бәрекелді, ал. Күлеке, мынау өмірге келген немерелеріңіздің жасы ұзақ дені сау болсын. Әрқашанда сіздерді қуанта берсін, ата жеңісінің қуанышы болып, әке шешесіне серік болсын. Алда да талай қуаныштарын бірге тойлап, қызығына тоймай өстіп жүре берейік. Мынау біздің коллективтің атынан сізге деген аздаған сыйыңыз немерелерге.
Бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын деп жатырмыз. Осылай бір төстеріңізде шаңырақтарыңызда бола берсін. Рахмет, жайғаса, бір қосып қойып міне, әжесінің әлектеймі. Жаңа мен айттым ғой, біздің көз бәрін көреді деп. Сондықтан жаңағы қыздар рок-н-рол билеп атқазарсың. Топта үй не істеп жатсың жындығыз? Қойсашы. Приз қайда? Содан кейін ең бірінші келген қонақ Рүстем қайда? Рүстем! Үйде жатып жатқандай ел по-моему. Бірінші келді балады. Одан кейін жібек тәтем қайда? Келіңізші, ана көпілік тәтем. Бұдан өздер жұмысқа бірінші барады да үйлерде су ботасы ішіне пісіп жатады. Ертең жаңбыр жауады дейді балғашқан. Рүстем, тау саған, тойға келесі тойға киіп барасын жарай ма? Рахмет, шағын соқ қойыңыздар. Енді мен ортаға бүгінгі Бекзат пен Айтолқынның қуанышына жақсы бір өнермен келген, содан Қарағат шаһарын аталып беріп отырған егізолес ұлдарыңыз. Стас ұлдарыңызды ортаға шақырайық. Құрмет, қошемет.
мне подойти одного самого смелого мужчину. Есть такие у нас? Самая добрая девушка есть в Краснодаре? Мужчина и девушка самые добрые. Как вас звать? Асем. Асем, отлично, да. А мужчина есть у нас? Как звать? Асхат. Асхат. Ну, вообще мужчины в пиджаке выходят, солидно. У вас есть пиджак? Ну, оденьте лучше, да? Давайте похлопаем. Дорогие друзья, я хочу вам всем обратиться. Помните, был такой фокусник Гудини? Его связывали, а он развязывался. Так вот, его первый раз, да, проверить веревку, проверьте, веревка целая. Ничего там нет, никого, секретов никаких. Мы, как вы считаете, я сейчас попробую повторить трюк, секунд так за 20, у меня получится или нет? Получится. Вот с этими получится, да? Но мы попробуем, правда же, да? Нормально? Асем, а у вас есть секундомер или часы с секундомером? Да, возьмите жопу. Дорогие друзья! Оскар, я думал Оскар. Дорогие друзья, Оскар сейчас привяжет мне руки к ногам. Оскар, привяжите мне руки к ногам. Привязывайте 2 узла, 3 узла. Сколько получится у вас? Не видно? Еще узел, так. А то развяжется. Нормально? Он что, всю жизнь в милиции работал, да? Да, в милиции работал. Все нормально получается? Дорогие друзья, я попрошу внимания, секундомер, приготовьте. Секундомер. Говорит, нету, говорит, есть другая сотка, свежая, новая. Есть, да? Есть. Дайте Асеме, пожалуйста, секундомер. Есть. Раз. Не. Я должен видеть, дайте, чтобы я видел. Так, вот, смотрите, вот так будете нажимать, пускать, потом научите пользоваться девочек, да, а то не умеют же современные. Так, Оскар, на счет 3 я буду считать. 1, 2, 3. На счет 3 вы будете нажимать секундомер, пока выключайте. А вас попрошу снять пиджак. Оскар, прошу. Может убрать. Блин, молодец. Дорогие друзья, на счет 3 Асема включает секундомер, а Оскар накрывает мне руки. Договорились? 20 секунд, я развяжусь. Итак, 1, 2, 3. Поехали. Включайте секундомер. Сам отходи. Давайте еще раз. Еще раз. Дорогие друзья, итак, внимание, тихо. Раз. Так, 1, 2, 3. Отходи. Включили, все нормально. Его судья посадит, я не буду садить. Давайте еще раз. Готовы? 1, 2, 3. Поехали. Когда вам помощь нужна будет моя, звоните. Спасибо, дорогие друзья. Ну, вы убедились, что мои помощники умеют показывать фокусы. А мы продолжаем. У меня в руках вот такое пустое ведерко есть, посмотрите. В ведерке ничего нет. Абсолютно пустое ведерко. Посмотрите. Ничего нет, пустое ведерко.
Оскар, Асева и пустое ведерко. Сомнений нету? Нет. Нет сомнений? Какие сомнения у кого? Всем показал? Ничего нету? Только что показывал же. Ну, если мне не верите, у меня два помощника. Асем, вот посмотрите, честно скажите, там же ничего нету, да? Вот скажите, девочка, там ничего нету. Асеме не верите, мне не верите. Оскар, посмотрите, честно скажите, там же ничего нету, да? Вот скажите. Чего ты же стыжен? Ну, специально для вас, смотрите, там ничего нету. Абсолютно пустое. А у меня в руках есть несколько монет. Я эти монеты сюда бросаю. Оскар, считать умеете? Асеба, считать умеете? Давайте вместе с вами посчитаем, сколько монет у меня в ведерке. Асеба, вот так, две ручки сделайте. Я вам высыпаю. Не спеша, по одной монетке бросаем в ведерко. Мы все с вами. Балхаш, мы с вами. Вместе считаем. По одной бросайте, считайте. Поехали. 5, 6, 7. Сколько было? Балхаш, не ошибся, правильно считал? А у нас, говорят, в Караганде деньги любят счет. Оскар, пересчитаем еще раз. Вот так, две ручки. По одной монетке считаем, бросаем. Поехали. Так. 11. 11. Монетка. 11? Он не учится, в школе не учится, он не умеет. Так сколько было? А вы считали? Асеба, вы что, считать не умеете? Официанты, ей больше не наливайте, ладно? Ладно, Асеба, я вам маленький секрет раскрою. Оскар просто взял и добавил свои 3 монеты, правда же? Айтпа, дурак. Оскар, а может еще добавите сюда? Что, нету больше? А я сейчас вас научу, как в Карагандинской области осваивают бюджет. Деньги берут из воздуха, и вы это сейчас можете сделать. Попробуйте с воздуха вот так взять в кулак, зажать и бросить сюда. Смотрите. Хоп. Вы тоже можете, попробуйте, с воздуха взяли. Смотрите. Хоп. Асеба, а почему вы не все деньги бросили? Не надо. Надо вернуть сюда. Не-не-не, вот которые вот тут спрятали, Асеба. Асеба, но вы не одна спрятали, у нас много кто спрятал. Пойдем, пособираем потихоньку. Меня возьми. Да, давай, давай. Вот так еще. Вот да. Давай, еще. Оскар, все нормально. Плюс 100 старше. Еще, подожди, реально. Давай, Стас, еще. Дорогие друзья, Тихо. счастье, веселье, чтобы он на каждом дне рождения всегда присутствовал. И меня приглашал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Ал, сонымен айтып лотерей. Құдай-ау, рахмет. Стастан бәрі қорып қашып кеткен ғой деймін. Ан жақта бір нарман жігіттер отырған сияқты, бүгін партбәден айылатты қашып кетті ғой деймін. Сонымен лотерейге болайық. Ең қазір жаңа айттық, кішкентай Тифальдан бастап, ыдыс аяқтан бастап, 6 приз акция бар деді. Қоя беріңіз. Сонымен ең бірінші ойынға ойнатылатын приз мынау кішкентай ғана скарлет дейміз, яғни миксер. Осыны қазір біз нөмірмен шақырамыз, тесілді нөмірді айтамыз, сол кісі келеді, алып кетеді, түк істемейді, бесплатно бәрі. Бесплатно. Нөмірі бүкіл лотерейлеріңіз бар, ішіне міне, қазір осы жерден алып шығамыз. Қандай нөмір шығады, сол тесілді сый-сияпатын алып кетеді. Сонымен қазір кеттік. Бірінші ойнатылатын кішкентай ғана миксер. Баске бір нөмір алшы, ақыры шықтың ғой. Қарамай аласың, қарама. Ата жіберші. Нөмірі 8. Кімде? Есі әрбірі кеттік. Нөмірі 193. 193. Бар ма? Шапалақ. Бәрекелді. Тамаша. Келесі сый-сияпатымыз кішкентай ғана ыдыс-аяқ. Аллаға 8 мартта демесе біреу туған күнде. Нөмірі 151. 151. Жоқ па? Бар ма 151? Жоқ қоя. Нөмірі 154. 154. Шапалақ. Сізге? Ал енді анау келесі сый-сияпатымыз осындай бір жақсы естелік болады да, өздеріңіз үйлеріңіз қабырғаны қойыңыздар. Моя семья, my family. Менің жанұяма деген бір жақсы бір картинкасы бар екен. Нөмірі осының иесі Бісміллә. Қазір. Айтоқым, қазір сен берсең айтады, ана өз-өзі пиқайтет жүр дейді, қайтесің деген бар, лаң шығармай тұрсаш. Нөмірі 186. 186 бар ма? Жоқ, қайталамайын. Бар ма? Бар. Нөмірі 188. Шапалақ. Енді бар ғой, тәте. Тәте, қазір осы тойда 1000 теңгеге 4 рет фотоға түсіңіз. Көрден ғой. Бісміллә. Мынандай бір ыдыс-аяқ дейді. Құдай, базарда бірдеңе қалды ма? Нөмірі 176. Астан-астан сыққамасын, өбет жеткізіп ал үйге. Қысым оқты өзі. Келесі. Кішкентай ғана сый-сияпатымыз тағы да. Нөмірі 158. Бар ма?